Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам. Ең биік күш жарық аспан. Домалақ ғалам, мәңгі жаратқан. 5000 жыл жалғыз жаратқан, жақын бітпеушілікте. Өз занын жіберген домалақ, өзі домалақ ғалам болған. 95%-ға мәңгі ұлы, мәңгі қасиетті, мәңгі жарық. Он любит, кайфует, когда я страдаю. Понимаете? С этими наклейками. Мой стержень, видите? Мой стержень. Орлан. Одинокий больной волчара. Пиковая десятка и воришка на интеллект. Все, это мой стержень. 3 в 1. Орлан — это моя душа. Пиковая десятка — это сердце, блядь. И, блядь, воришка на интеллект — это моя башка. 3 в 1. Башка — это, блядь, воришка на интеллект отец, блядь. Пиковая десятка — это мама, блядь. И Орлан — это Богом данная душа, блядь. Кто мне что дал, так и взял, блядь. Құдайға тәубе, Құдайға шүкір, Құдайға рахмет. Аспан домалақ ғалам. Мәңгі өскіш бітпеушілікке. Құдай аспан домалақ ғалам. Мәңгі жарықтардың бәрі сенен тарайды. 95%-ға уақыт, күнде, түнде қатып қалған домалақ ғалам. 15% әр баста Құдайдығы бар. Сыртында 5%, ішінде 5%, үстімізде 5%. Сонда бір қосқанда Құдай бірлік, жалғыз, домалақ, жан, дене, ғалам. Бір қосқанда 15 болады. Әрбір басымызда 15% Құдайдығы бар. 95%-ға көздері бар. Ішінде, сыртында, біздің үстімізде. Біздің болашақты 95%-ға біледі, бізді біледі, өзін болашағын біледі, өзін біледі. 95%-ға. 100% ең биік күш. Тәубе, шүкір, рахмет, аумин.